Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті? 18 ғасырдың аяғында Европаның бірқатар елдерінің өнеркәсібінде мануфактуралық кезеңнен өндірістің фабрикалық жүйесіне көшу басталды. Бұл кезең өнеркәсіп төңкерісі деп аталды. Өнеркәсіп төңкерісінің техникалық және әлеуметтік жақтары болды. Техникалық жағы ол ғылыми техникалық революцияның жетістіктерін қолдануды білдірді. Әлеуметтік жағы ол өнеркәсіпте буржуазиялық қатынастардың нығаюын көрсетті. 16-17 ғасырларда Англияда жер иеленуші шаруалар жойылып, бүкіл жер лендлордтардың қолында болды. Олар жерді жерінен айырылған және ақыға жалданып, жұмыс істеуге келісетін шаруалардың еңбегін пайдаланатын фермерлер мен кәсіпкерлерге жалға берді. 1662 жылы Лондонда Ағылшын ғалымдар академиясының рөлін атқарған корольдік қоғам құрылды. 18 ғасырдың басында Англияда бастауыш білім берудің жетілген жүйесі болды. Өнеркәсіп төңкерісінің маңызды алғышарты Ағылшын буржуазиялық революциясы болды. Сонымен қатар Англияның географиялық қолайлы орналасуын, Америка ашылғаннан кейін Англия дүниежүзілік теңіз сауда жолдарының торабында болуын атауға болады. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі тоқыма өндірісінде мәшинелерді ойлап табудан басталды. 1733 жылдың өзінде тоқымашы әрі механик Джон Кей шұғаны өндіруге арналған ұшқыр шөлмекті ойлап тапты. 1738 жылы Аркрайт адамның қатысуынсыз жіп иіретін мәшине жасады. 1765 жылы Джеймс Харгривс Дженни механикалық жіп иіру мәшинесін ойлап тапты. Оның көмегімен бір жұмыскер 18-20 ұршықты қозғалысқа келтірді. 1767 жылы ағаш шебері Хейс су дөңгелегінің қозғалысқа келтіретін және жоғары өнімділігімен ерекшеленетін жіп иіру мәшинесін жасап шығарды. 1771 жылы Аркрайт алғашқы жіп иіру фабрикасын ашты. Мұнда мәшинелер су дөңгелегінің күшімен жұмыс жасады. Джеймс Уатт бұл мәшинесін ойлап тауып, оны жетілдірді. Бұл мәшинесі жұмыс істеуі үшін көмір қажет болды. Бұл көмір өндірісін дамытты. 1786 жылдан бастап Лондоннан түрлі бағыттарда почта күймелері тұрақты жүре бастады. Машиналарды қолдану еңбек ақының төмендеуіне әкеп соқтырды. Көптеген жұмыскерлер жұмыстарынан айырылды. Еңбек жағдайы ауыр болды. Жұмыс күні 14-18 сағатқа созылды. Жұмысшылардың наразылығы машиналарға қарсы бүлікке ауысты. Жұмыскерлер фабрикаларға лап қойып, мәшинелерді талқандады. Фабрика ғимараттарын өртеді. Бұларды жіп иіру станогын алғаш талқандаған жасөспірім Недда Лудданың атымен луддашылар деп атады. Луддашылардың әрекеттері кәсіпкерлерге орасан залал әкелгендіктен парламент бүлікшілерге өлім жазасы туралы заң қабылдады. Луддашылардың әрекеттері өнеркәсіптік бетбұрыстың сәтті қадамын тоқтата алмады. Қоғамда екі тап буржуазия мен өнеркәсіп пролетариаты қалыптасты. Өнеркәсіп төңкерісі паровоздың жасалуымен аяқталды. 1825 жылы Стефенсон Дарлингтон мен Стоктон арасында жолаушылар тасымалдайтын пойызын жүргізді. 19 ғасыр тарихқа мәшине ғасыры, темір ғасыры ретінде кірді. Индустриялы қоғамға өту үрдісін модернизация деп атайды. 19 ғасырдың екінші жартысында Европалық аристократия алдында жаңа қоғамға бейімделу мәселесі тұрды. Көптеген аристократтар ірі жер иелері болғандықтан, олардың өмірі қаламен ғана емес, ауылмен де байланысты болды. 19 ғасырда мемлекеттердің экономикалық және саяси өмірінде буржуазия өзін таныта бастады. 19 ғасырдың соңында елеулі құбылыс ретінде орта таптың қалыптасуы болды.
Өнеркәсіптің қарқынды дамуымен байланысты қоғамда жаңа жұмысшы табының қалыптасу үрдісі байқалды.